Баршаңызға сәлем. Осындай жұмсақ болып пісетін пп нан дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға айранды құямыз. Ас содасына алмалы сірке суын қосып, көпіртіп, айранға құямыз. Енді осыларды жақсылап араластырамыз. Бізде айран 1,5-2 есеге көтеріледі. Келесі жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз барлығын. Сұлы ұнын қосамыз. Сұлы ұнын дайын түрін алсаңыздар болады, немесе мен сияқты сұлыны блендермен ұсақтап алсаңыздар болады. Сұлы бұл бізде овсянка. Осының үстінен тұз саламыз. Мускатный орех саламыз. Мускатный орех міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Барлығын араластырып, соңында асқабақ дәнін саламыз. Асқабақ дәні ағзамызға өте пайдалы. Барлығын силиконды күрекшемен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығады. Енді пергамент қағазы төселген формамызға, менде 18-ші форма, массамызды салып, түзелеп, бетін асқабақ дәнімен әсемдейміз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Нанымыз толық суығаннан кейін формадан босатып аламыз. Бізде осындай арықтауға арналған, қанша жесеңіз де семірмейтін нанымыз дайын. Барлық арықтап жүрген қыз-келіншектерге дәл менің рецебіммен пісіріп көруді ұсынамын. Керекті ингредиенттердің құрамы описание бөлімінде жазылған. Менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген арықтауға арналған пайдалы рецепттер шығады. Барлықтарыңызға рахмет.